Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз тақырыбы статистикалық деректер және олардың сипаттамалары. Мода, медиана, құлаш. Бүгінгі сабақта сіз санды деректердің модасы, медианасы, құлашының анықтамаларын білесіз. Статистикалық санды сипаттамаларды есептеуді үйренесіз. Оқушылар, мода сөзін қалай түсінеміз? Өмірде мода десе көз алдымызға не елестейді? Мода бұл сән дегені. Адамдар қандай да бір заттарды, немесе құбылыстарды көптеп тұтынатын болса, бұл сәнге айналады. Яғни модаға, мұндай заттарға киімдер, аяқ киімдер, тұрмыстық заттар және оқу құралдары, тағы басқа көптеген заттарды жатқызуға болады. Ал енді сандар арасындағы моданы қалай анықтаймыз? Соған назар аударайық. Берілген сандар қатарындағы жиілігі ең көп сан сол қатардың модасы болып табылады. Анықтамаға сүйене отырып, бірінші мысалды шығарып көрелік. Әселдің бей жарысында алған ұпайлары 3,7, 3,6, 4,1, 4,5, 4,2, 5 және 4,5. Әсел алған ұпайлардың модасы нешеге тең екенін анықтауымыз керек. Ол үшін сандар қатарына назар аударамыз. Мұнда 4,5 саны 2 рет кездесетін анықтауға болады. Демек, жиілігі ең көп 4,5 саны әсел алған ұпайлардың модасы болып табылады. Ал енді екінші мысалға назар аударалық. Мұнда 2 түрлі сандар қатары берілген және әр қатардың модасын жеке табуымыз қажет. Алдымен сандарды өсу ретімен жазып аламыз. А нұсқасындағы сандар қатарына назар аударсақ, әрбір сан тек бір реттен ғана кездеседі. Демек, мұнда мода болмайды. Ал А нұсқасындағы сандар қатарында 1 және 8 саны бірдей 2 реттен кездесіп тұр. Демек, А нұсқасындағы сандар қатарының модасы 2 сан, олар 1 және 8 сандары болып табылады. Сонымен оқушылар, сандар қатарының модасы туралы не қорыта айтуға болады? Сандар қатарының модасы мүлде болмауы мүмкін, немесе бір сан, немесе бірнеше сан болуы мүмкін. Ендігі үйренетін ұғымымыз сандар қатарының медианасы. Медиана шамалардың орташа мәнін сипаттайтын статистикалық сипаттама. Сандар қатарының медианасын табудың 2 түрлі әдісі бар. Бірінші әдісіне назар салсақ. Егер берілген сандардың саны тақсан болса, онда реттелген қатардың қақ ортасындағы сан осы қатардағы сандардың медианасы болады. Бірінші мысалды қолдана отырып, сандар қатарының медианасын анықтайық. Алдымен сандарды өсу ретімен жазып, әр қайсының реттік нөмірін анықтаймыз. Мұнда 7 сан берілген. 7 бұл тақсан, демек қақ ортада тұрған 4-ші нөмірлі 4,2 саны берілген сандар қатарының медианасы болып табылады. Сандар қатарының медианасын табудың екінші әдісі. Егер берілген сандардың саны жоқ болса, онда реттелген қатарда ортада тұрған 2 санның арифметикалық ортасы осы қатардағы сандардың медианасы болады. Екінші мысалды шығарып көрелік. Математика пәнінен бақылау жұмысынан Айқын 7 балл, Марат 6 балл, Жансая 5 балл, Көркем 9 балл, Мансұр 8 балл, Аяру 8 балл алды. Оқушылардың алған балдарының медианасы нешеге тең екенін анықтауымыз қажет. Ол үшін алдымен сандарды өсу ретімен жазып, әр санның реттік нөмірін анықтаймыз. Мұнда 6 сан берілген. 6 бұл жұп сан. Демек, қақ ортада тұрған 3-ші және 4-ші нөмірлі 7 мен 8-дің арифметикалық ортасын тапсақ, сандар қатарының медианасы болып шығады. 7-ге 8-ді қосып 2-ге бөлсек, 7,5. Демек, оқушылардың алған балдарының медианасы 7,5-ге тең болып шығады. Бүгінгі сабақта үйренетін келесі ұғымымыз сандар қатарының өзгеру құлашы. Берілген сандар қатарының өзгеру құлашы дегеніміз, ондағы ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасы. Бірінші мысалдағы Әселдің алған ұпайларының өзгеру құлашын анықтап көрелік. Мұндағы ең үлкен мән 5-ге, ал ең кіші мән 3,16-ға тең. 5 пен 3,16-ның айырмасы 1,4 болып шығады.
Демек, әселдің алған ұпайларының өзгеру құлашы 1,4-ке тең. Ал енді оқушылар, бүгінгі танысқан ұғымдарымызды қолданып, есептер шығаралық. Бірінші есеп. Берілген сандар қатарының модасын, медианасын, өзгеру құлашын анықтаңдар. Берілген сандар қатары 9, 4, 5,1, 3,2, 7, 6,2, 8,9. Ал енді есептің шығару жолына назар аударайық. Алдымен берілген сандар қатарын өсу ретімен жазып аламыз. Мұнда барлық сан бір реттен кездеседі. Демек, сандар қатарының модасы жоқ. Ал медианасын анықтау үшін сандардың санын санаймыз. Мұнда 7 сан бар. Қақ ортада тұрған 6,2 саны берілген сандар қатарының медианасы болады. Ал өзгеру құлашын табу үшін ең үлкен мәні 9-дан ең кіші мән 3,2-ны азайтамыз. Сонда жауабы 5,8 болып шығады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі екінші есеп. Дене шынықтыру сабағында бір топ оқушының 100 метр қашықтықты жүгірген уақыт кестесі берілген. Назерке 14,1 секунд, Меруерт 18,2 секунд, Алихан 15,5 секунд, Алишер 16,2 секунд, Әлібек 22,4 секунд, Сәкен 16,2 секунд. Берілген сандар қатарының модасын, өзгеру құлашын, медианасын табыңдар. Ал енді есепті шығару жолына назар салайық. Алдымен сандарды өсу ретімен жазып алып, әр санның реттік нөмірін анықтаймыз. Мұнда 16,2 саны 2 рет қайталанады. Демек, бұл сандар қатарының модасы. Ал өзгеру құлашын анықтау үшін ең үлкен мән 22,4-тен ең кіші мәніміз 14,1-ді азайтамыз. Сондай жауабы 8,3 болып шығады. Сандар қатарының медианасын анықтау үшін мұндағы сандар санына назар салсақ, мұнда 6 сан берілген. 6 бұл жоп сан. Демек, қақ ортада тұрған 3-ші және 4-ші нөмірлі 16,2 сандарын арифметикалық ортасын табамыз. 2 нөмірліді сандар 16,2 болғандықтан арифметикалық ортасы да 16,2 болып шығады. Оқушылар, бүгінгі оқып үйренгендеріміз бойынша мына тапсырмаларды орындап, төмендегі номерге WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізге болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен статистикалық сипаттамалардың жаңа ұғымдарымен таныстық және оларды есептер шығаруда қолдандық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.